Сәлем, менің көрермендерім, бұл Зикрув. Біз бүгін Renzo's әнін тамашалаймыз. When this song was uploaded, I just comment, oh, in there. And many people comment to my comments. Is there anyone who comments on this? Anyway, let's check it right now. Özün şöyle әнім, әрбір атқан таңым арналады саған. There seems like a calm mood. It is different from the last video. Ертең сырымды ашамын, саған сүйем деп айтамын, жаным. And they walk slow and they sing like whispers to someone. Бірақ жүрек жасқанады, неге? Қалай жауап берсін де, қабыл етпегенсің де, мәңгі сүйіп өтемін сені. Қараңғылық өтпейді, сенсіз демің жетпейді, жетелеші арманға мені. Болшы жанымда, болшы жанымда, жанымда, жанымда. Болшы жанымда, болшы жанымда, жанымда, жанымда. Әрбір жүректің соғуы мен дене тамырым мен қаның тарауымен жеткізгім келеді сезімімді. Кімді алдап жүрмін? Сөздің басын бастап қалам бір сәтте тоқтап қасқағым уақытта шындықты бұрмалап алдадым өзімді. Өзген емес өзімді. Күндердің күніне көзіңе күлімдеп қарап ашамын сырымды қажет болса да мың сағат оған. 제가 가장으로 더 열심히 배워야겠다고 생각이 드는 부분. 래핑 들어갔을 때. қосса екен бізді тағдыр деген үмітпен ертең сырымды ашамын, саған сүйем деп айтамын, жаным. So cute. Алдап өзімді шаршадым, бірақ жүрек жасқанады, неге? Why? Қалай жауап берсін де, қабыл етпегенсің де, мәңгі сүйіп өтемін сені. Қараңғылық өтпейді, сенсіз демім жетпейді, жетелеші арманға мені. Болшы жанымда, болшы жанымда. Arjan. 잘생겼어. Қалай жауап берсін де, қабыл етпегенсің де, мәңгі сүйіп өтемін сені. Қараңғылық өтпейді, сенсіз демім жетпейді, жетелеші арманға мені. I also like this style, but I want to know lyrics or the meaning of the song 100%. I should learn Kazakh more and more. I was able to enjoy their calm atmosphere in this song, and also can see their beautiful landscape and environment. I think the video and music fit well. For example, Renzo's movements are calm and slow, but camera
movements were very quick, so this gives more isolated feeling and creates a sad atmosphere. I think there was a synergy between visual and music in this album. Yeah, if you enjoyed Renzo's Bolszy жанымда with me, don't forget to like and subscribe. Rahmet and Korsikeje.